Соңғы 5 жылда Қазақстанда пластикалық ота мен косметологиялық процедуралар кезінде 4 адам көз жұмған. Соңғы айларда болған бірнеше қайғылы жағдай қоғам назарын аударды. Мамыр айының ортасында Алматыдағы жекеменшік клиникалардың бірінде танымал блогер Сәуле Базархан жоспарлы липосакция кезінде көз жұмды. Операция жергілікті анестезиямен жасалған. Факт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Арада көп уақыт өтпей Ақтауда тағы бір қайғылы оқиға тіркелді. Иек пластикасынан кейін Маңғыстау облыстық мәслихатының депутаты Ербол Айтуов комаға түсіп бір айдан соң қайтыс болды. Кейін оның ота алдында толық тексерілмеген анықталды. Марқұмның қанындағы қан деңгейі жоғары болған, ал мұндай жағдайда хирургиялық араласу жасауға болмайды. Резонанс тудырған осы оқиғалардан кейін Денсаулық сақтау министрлігі пластикалық хирургия және эстетикалық медицина саласындағы клиникаларға жоспардан тыс тексеріс жүргізе бастады. Мәжіліс депутаттары да бақылауды күшейтіп, барлық орталыққа кешенді ревизия жүргізуді ұсынып отыр. Қоғамдағы алаңдаушылыққа қарамастан пластикалық отаға деген сұраныс төмендеген жоқ. Керісінше әлемде эстетикалық процедураларға қызығушылық жыл сайын артып келеді. Мұны халықаралық эстетикалық пластикалық хирургия қоғамының деректері растайды. Қазақстанда бұл жаһандық үрдістен шет қалып отырған жоқ. Бұл үрдіс Денсаулық сақтау министрлігінің ресми деректерінен байқалады. Бүгінде елде пластикалық хирургия лицензиясы бойынша 295 медициналық ұйым жұмыс істейді. Оның басым бөлігі, яғни 247-сі жекеменшік клиникалар, ал 48-і мемлекеттік мекемелер. Бұл саладағы инфрақұрылым мен қызмет көлемінің айтарлықтай кеңейгенін көрсетеді. Сұраныстың артуы пластикалық операция түрлерінің көбеюіне әсер етіп отыр. Пластикалық хирург профессор Мисмил Мұрадовтың айтуынша, қазіргі таңда қазақстандықтар арасында ең көп сұранысқа ие операциялардың бірі ринопластика, яғни пациенттердің басым бөлігі мұрын пішінін өзгертуді қалайды. Сонымен қатар блефаропластика, бет лифтингі және отопластика сияқты операцияларға сұраныс жоғары, ал әйелдер босанғаннан кейін көбіне абдоминопластика мен липосакцияға жүгінеді. Мамандар мұны дене пішінін қалпына келтіріп, бұрынғы келбетті қайта жаңғыртуға деген ұмтылыспен байланыстырады. Сұлулыққа ұмтылған пациенттердің талабы әртүрлі. Мамандардың айтуынша, кейбіреулер әлемге танымал жұлдыздарға ұқсауды мақсат етеді. Бірі белгілі актриса Анджелина Джолиді келбетті қаласа, ал енді бірі Дженнифер Лопестей мүсінге қол жеткізуді армандайды. Сұраныс өскен сайын нарықтағы баға саясаты да әркелкі болып отыр. Ота құны клиниканың деңгейіне, маманның тәжірибесіне байланысты өзгереді. Мәселен, блефаропластика бағасы орта есеппен 120 мыңнан 400 мың теңгеге дейін, кей жағдайда 800 мың теңгеге дейін жетеді. Ринопластика 850 мың теңгеден басталып, кей клиникаларда 2 миллион теңгеге дейін барады. Липосакцияның құны таңдалған аймаққа байланысты. Иекке шамамен 250 мың теңге болса, іш аймағына жасалатын ота 600 мың теңге шамасында. Ал бірнеше аймақты қамтитын липоскульптура 1-2,4 миллион теңге аралығында. Абдоминопластика орта есеппен 1-1,7 миллион теңге тұрса, кеуде үлкейту операциясы 1,2 миллион теңгеден басталады, ал кеудені кішірейту шамамен 1,5 миллион теңгеге дейін жетеді. Сонымен қатар кейбір реконструктивті операциялар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында тегін жасалады. Олардың қатарында күйік пен жарақаттан кейінгі қалпына келтіру, сондай-ақ онкологиялық аурулардан кейінгі сүт безін реконструкциялау сияқты медициналық көрсеткішке негізделген араласулар бар. Пластикалық ота кезінде қауіпсіздік пен заң талаптарының сақталуы ең маңызды шарттардың бірі. Заңгерлердің айтуынша, пациент ең алдымен медициналық ұйымның заңды түрде жұмыс істейтініне көз жеткізуі қажет. Бұл үшін клиниканың БСН нөмірі арқылы мемлекеттік дерекқорлардан оның лицензиясын тексеру ұсынылады. Сонымен қатар операцияның қауіпсіз өтуінде анестезиологтың біліктілігі де шешуші рөл атқарады. Себебі кез келген хирургиялық араласу барысында наркоз беру процесі жоғары жауапкершілікті талап етеді. Кей жағдайларда клиникалар келісім шарттарға, заң талаптарына қайшы келетін тармақтарды енгізуі мүмкін. Алайда маманның айтуынша, мұндай ережелердің заңды күші жоқ және олар пациент құқығын шектей алмайды. Яғни медициналық қызмет алушылардың құқықтары заңмен қорғалған. Соған қарамастан кез келген күмән немесе келіспеушілік туындаған жағдайда азаматтар ресми органдарға жүгінуі тиіс. Бұл үшін Денсаулық сақтау министрлігінің медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетіне жазбаша шағым жолдап, тиісті тексеріс жүргізуді талап етуге болады. Комитет медициналық қателік бар жоғын анықтап, қажет болған жағдайда шара қолданады. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше 2021 жылдан бері пластикалық хирургия және эстетикалық медицина саласында 92 жоспардан тыс тексеру жүргізілген. Ол саладағы қауіпсіздік деңгейін бағалауға бағытталған. Нәтижесінде 4 қайғылы жағдай мен денсаулыққа ауыр зиян келтірудің
бір фактісі тіркелген. Әрбір оқиға бойынша тәуелсіз сарапшылар тартылып, материалдар құқық қорғау органдарына жолданған. Сонымен қатар 2023-2025 жылдар аралығында ведомствоға пластикалық хирургия клиникаларының жұмысына қатысты 244 шағым түскен. Пациенттер көбіне медициналық қызмет сапасына, операция нәтижесіне және операциядан кейінгі асқынуларға байланысты наразылық білдірген. Тексерулер барысында бірқатар заң бұзушылық анықталған. Олардың қатарында лицензиясыз қызмет көрсету, операция алдындағы толық тексерудің жүргізілмеуі, анестезиологиялық сүйемелдеудегі кемшіліктер, медициналық құжаттарды дұрыс рәсімдемеу бар. Олқылықтарды жою мақсатында министрлік жаңа өзгерістер пакетін әзірлеуде. Соның бірі медициналық ұйымдарға берілетін лицензияның мерзімін 5 жылмен шектеу ұсынысы. Бұл мерзім аяқталғаннан кейін клиникалар міндетті түрде қайта тексеруден өтеді. Ведомство мамандарының пікірінше мұндай шара формалды лицензия иелерін нарықтан шығарып, клиникалардың қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін тұрақты бақылауға мүмкіндік бермек. Осылайша талаптардың толық орындалуы пластикалық хирургиядағы қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі шарты болып қала береді.